Көз алдыңызға елестетіңіз. Өзіңізге киім алу мақсатында сауда үйіне келдіңіз. Қажет деген киімді таңдап, оны киіну бөлмесіне апарып киіп көрдіңіз. Бөлме ішіндегі айнаға қарап, таңдап тұрдыңыз. Сол кезде сізге бөгде адам қарап тұр. Айнаның арғы жағындағы бөгде адам сіздің сұлулығыңызды бағалайды. Егер әдемі болсаңыз, ұнасаңыз, ол сізден еш айырылмайды. Ендігі сіз бұл сауда үйінен шыға алмайсыз. Егер бөгде адам сізді өзіне қалдыруға көшсе, сол сәтте бөлменің едені ашылып, қас қағымда сіз қараңғы туннель арқылы құпия бөлмеге қарай сырғи түсесіз. Бірақ сәтте сіз осылай көзден ғайып боласыз. Қараңғы туннельде сізді не адам саудасымен айналысатын қара ниетті адамдар күтіп алуы мүмкін, немесе аңыздағы кейіпкер жылан адам құбыжығы сізді өзінің түскі асы етуі ғажап емес. Өткен ғасырлардың 90-шы жылдарында Филиппин елінде сауда орталықтарында дәл осылай жас қыздардың жоғалу оқиғасы көптеп орын ала бастады. Сәлем құрметті көрермен. Аз ғана уақыттың ішінде 3000 оқырман санынан астық. Сол үшін де сіздерге алғысым шексіз. Сіздердің қолдауларыңыз мені қызықты деректер шығаруға шабыттандырады. Әрдайым қолдау көрсетіп, лүпіл басып пікір қалдырсаңыздар. Егер арнама алғаш кірсеңіз, қызықты бейнелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы минуттарда Филиппин елінің жоғалған сұлу қыздар жайлы айтатын боламын. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Филиппин Робинсон галереясы деп аталатын сауда үйі. 1990 жылы ашылған ғимаратта сол жылдары ақ сұлу қыздарды біреу ұрлап кетеді деген қауесет тараған болатын. Робинсон галереясына танысыңызбен келсеңіз де, сізді ешкім сақтандыра алмайды. Сауда үйінің құрылысы басталғанда құрылысшылар жер астынан ғибадатхана тапқан екен. Жан-жағы туннельдерге толы ғибадатхананы жылан адам қосылған құбыжық мекендеген деседі. Сонда құбыжық сауда үйінің бастығымен келісімге отырған. Ол құрылысқа еш кедергі жасамайды. Ал бастық болса, оны жас қыздармен тамақтандырып тұруы керек. Халық арасында жылан адам құбыжығы сауда үйінің бастығының баласы деген ақпаратта бар. Джон есімді бизнесмен сауда үйіне иелік етеді. Кезінде оның егіз ұлдары дүниеге келген екен. Екінші ұлдың екі аяғы қосылып, жыланның құйрығына ұқсап туылыпты. Оған қоса күн көзіне шыға алмайды екен. Баланың ата-анасы ертең ғалымдар баламызды тексеріп, ғылыми сынақ жүргізбесін деген мақсатпен жер асты туннеліне орналастырады. Балаға онда өте ыңғайлы болады. Туннельді ешкім білмес үшін Джон мырза әлгі жерге сауда орнын орналастырады. Аңыз бойынша талай жылдан бері Джон өз ұлын сұлу қыздармен қоректендіріп келеді деседі. Бірі мұны адам саудасымен айналысатындар жасайды деп санаға қоятын пікір айтса, екінші топ Филиппин аңызындағы жас қыздармен қоректенетін жылан адамның жасап отырғаны деп пайымдайды. Әрине, құлаққа сенімсіз болып естіледі, қанша дегенмен бұл аңыз. Сол уақыттарда орын алған оқиғаны айта кетсек, әдемі жас жұп сауда үйіне киім алуға келеді. Қыз киім таңдап кетсе, оның шопингінен шаршаған жігіт бір орынға жайғаса кетеді. Ұнаған киімді алған қыз жігітіне 5 минутта киіп шығамын деп бөлмеге кіріп кетеді. Арада 15 минут өтті, ал қыз әлі жоқ. Жігіт киім ауыстыру бөлмесіне жақындап, қызын дауыстап шақырады, бірақ үн жоқ. Сонда жігіт бөлмеге кірсе, таң қаларлық жайт. Бөлме іші бос, қыз ұшты-күйлі жоқ. Жігіт оның қайда кеткенін түсінбейді. Сауда үйінің қызметкерлерінен көмек сұрағанда, сатушы сіз мұнда жалғыз келдіңіз ғой дейді. Жігіт әйелдер дүкеніне қызбен келдім деп айтумен дал. Оның телефонына қоңырау шалып көрсе, ұялы телефонның байланыс аясынан тыс жерде екендігі айтылады. Содан бері бұл қыз ұшты-күйлі жоқ. Қара ниетті адам саудасымен айналысатындардың қолына түсті ме, әлде жылан адамның келесі бір қорегі болды ма, белгісіз. Элис Диксон Филиппин елінің бір дүркін сұлу аруы атанған бойжеткен. Элис Робинсон сауда үйіне барған соң, қоғам ішінде жылан құбыжығына деген назар қайта ауып, мән беріле бастады. Сол жылдары хас сұлудың өзі болып саналатын Элисті сауда үйі фотосессия жасауға шақырады. Бұл бір сән әлемінде елеулі жаңалық болатын. Мәселе,
сырттан оны бақылап жүрген жанкүйерлерде емес. Элис үшін бұл жағымсыз әсер қалдырды. Сол күні фотосессиядан соң қызметкерлер қызға киім ауыстырып алуды ұсынады. Элистің бөлмеге кіргені сол-ақ екен, қыздың аяқ астындағы еден жылжып, ол бірден құлаған күйі туннельмен қараңғылыққа еніп кете барады. Қараңғылық мұны үңгір іспетті жерге әкеледі. Сонда Элис қарс алдында тұрған жылан құбыжықты көреді. Құбыжық қыздың сұлулығына алданып тұрғанда, Элис алдындағы туннельге қайта кіріп, бар күшімен қаша бастайды. Бақытына орай ол құтылып кетеді. Элис басынан өткерген осы күндерді біртүрлі оқиғаларға толы деп санайды. Сұлу қыз қорқынышты оқиғасын халыққа ашық түрде айтты. Әрине, адам айтып жатса нанғысыз оқиғаны естігенде Элистің есі шынымен де саума деп ойлайсың. Халыққа сенімді түрде даусын қатты шығарып айтқан Элис шындықтың бетін ашқандай болып көрінеді. Кейін кезекті шоуларда оқиғаны ашық тарқату үшін қызды шақыртады. Шоу басталып, экран алдында көрермен жиналғанда байланыс ажырап, хабар тоқтатылып қалады. Мүмкін бұл жай техникалық ақау дерсіз. Бірақ осыдан соң Элисті ешкім сұхбат алуға шақырмайды. Және сәнқойдың өзі де халық алдына шықпайды. Бұл істің артында шындықты бүркемелейтін қалталы адам тұрған секілді. Осыдан соң Элис Канадаға көшіп кетеді. Оның аузын жабу үшін Джон мырза $15 миллион ұсынды деген ақпараттар да бар. Сауда үйі жайлы небір қауесеттер айтылып, қыздар жоғалып жатса да, Джон мырза бұл жайлы ешқашан тіс жарып айтқан емес. Құдды ештеңеден хабары жоқтай. Сауда үйінде орын алған кезекті оқиғаға тоқталсақ, 2022 жылдың тамыз айында Джовелин әдеттегідей сауда үйінде жұмыс жасап жүрген болатын. Сол күні олардың үйінде мерекелік ас болуы керек еді. Қыздың өзі жұмыста жүрген сәтінде әпкесімен хат алмасып, қатты қарны ашқанын айтады. Қыз алдымен WhatsApp-қа жазылған хаттарды оқымайды. Күнде кешкі аста үйде отыратын Джовелин бүгін жоқ. Әпкесі оның телефонына хабарласса, телефон тұтқасы көтерілгенімен ар жақтан ешқандай дыбыс естілмейді. Түні бойы қыздарымен байланыса алмаған ата-анасы таңертең асыққан күйі сауда үйіне барады. Мүмкін қызының шұғыл шаруасы шығып, жұмыста түні бойы кідіріп қалған болар деп үміттенеді. Сауда үйіне келіп, қыздарын сұрағанда, оның әріптестері көрмегендіктерін айтып, бастарын шайқайды. Полиция өкілдері болса, істі бастап, қыздың ата-анасын сабырға шақырады. Олар қызды қашып кетті деп санайды. Полиция өкілдері іздестіру жұмыстарын Джовелинді соңғы рет көрген сауда үйінен бастады. Қыздың қайда барғанын, кімнен жолыққанын сауда үйіндегі камералардан оңай қарауға болар еді. Алайда басшылық рұқсат бермеді. Тым күмәнді. Егер сауда үйі халық алдында беделінен айырылып қалмауды ойласа, міндетті түрде жылы шырай танытып, өз қызметкерін іздеуге ат салысатын. Ал мыналар тіпті камераны қарауға мүмкіндік бермейді. Демек, олардың жасыратын құпиялары бар. Істің көлеңкелі тұстары өте көп. Оны құбыжық алып кетті ме, әлде саудагерлер ме, белгісіз. Одан бөлек, полиция қызметкерлерінің өзі дұрыс іздеуді жүргізе алмай отыр. Джовелин жайлы бір ғана мәлімет мардымды. Жоғалу орын алған күні Джовелиннің сауда үйіне келгені нақты. 2022 жылы орын алған бұл оқиғаның бастауы тым тереңде. Яғни 1990 жылдардағы оқиғалардың қайталануы әбден мүмкін. Бұл сұмдық оқиғалар сізді де таң қалдырғаны анық. Егер бейне ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Келесі шығарылымда кездескенше, сіздермен болған Әсия.